Рамазанның алғашқы 10 күндігі мейірім күндері. Ассалаумағалейкум құрметті бауырлар. Баршамыз асыға күткен қасиетті Рамазан айы келіп жетті. Бұл мейірім төгілген, сауап еселенген, дұғалар қабыл болатын ерекше ай. Рамазан жай ғана аш жүру емес, бұл жүректі тазарту, иманды күшейту, Аллаға жақындау айы. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, жақыныңызбен бөлісе отырыңыз. Рамазан айы 3 бөлікке бөлінеді. Оның алғашқы 10 күні ең ерекше кезеңдердің бірі. Бұл күндер мейірім күндері, яғни Алланың шексіз мейірімі төгілетін уақыт деп аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазанның басы мейірім, ортасы кешірім, соңы тозақтан құтылу деп айтқан. Алғашқы 10 күні Алланың ерекше мейірімі түсетін кезең. Бұл уақытта жасалған әрбір жақсы амалдың сауабы еселеніп жазылады. Сондықтан бұл күндерді бос өткізіп алмау әрбір мұсылман үшін үлкен мүмкіндік. Мейірім күндерінің ең үлкен ерекшелігі Аллах тағаланың құлдарына деген шексіз мейірімі. Бұл күндері адам жасаған жақсылықтарының берекесін көреді. Тіпті кішкентай ғана амалдың өзі таудай сауапқа айналады. Мысалы, бір ауыз жылы сөз айту, бір адамға көмектесу, бір дұға оқу, бір садақа беру. Осының бәрі Алланың алдында үлкен амал болып жазылады. Сондықтан бұл күндерде ең бірінші ниетімізді дұрыстауымыз керек. Өйткені Рамазанның ең басты шарты шынайы ниет. Біз оразаны әдет үшін емес, тек Алла разылығы үшін ұстауымыз керек. Жүрегімізде, «Уа Алла, мен бұл оразаны тек сенің разылығың үшін ұстап жатырмын» деген шынайы ниет болуы тиіс. Мейірім күндерінде тағы бір маңызды амал көп дұға жасау. Себебі бұл уақытта дұғалардың қабыл болу мүмкіндігі өте жоғары. Әсіресе мына дұғаларды жиі айту ұсынылады. Раббым, мені кешір, маған мейіріміңді төк, жүрегімді тазарт. Бұл күндерде Құран оқу да өте сауапты амал. Құран жүректің шипасы. Күн сайын аз болса да оқу адамның иманын күшейтеді. Өзіңіз оқи алмасаңыз, Құран оқитын ұстаздардан тыңдасаңыз, Құран оқығанның сауабын аласыз тыңдау арқылы. Тағы бір маңызды амал – садақа беру. Рамазан айында берілген садақаның сауабы өте үлкен. Тіпті бір құрма беру арқылы да адам үлкен сауапқа ие болады. Алғашқы 10 күндік жүректі жұмсартатын уақыт. Бұл күндері адам аштық арқылы кедейдің жағдайын түсінеді, мейірімділік артады, сабыр күшейеді. Рамазан бізге сабырды үйретеді. Аштық пен шөлді көтеру арқылы адам нәпсісін тәрбиелейді. Сол арқылы жүрегі тазарады. Мейірім күндерінің тағы бір үлкен мүмкіндігі өткен қателіктерді түзету. Бұл күндер жаңа бастау үшін ең керемет уақыт. Егер бұрын намаз оқымасаң, бастауға дәл уақыт. Егер бұрын Құран ашпасаң, бастауға ең дұрыс сәт. Егер бұрын дұға жасамасаң, дәл қазір бастау керек. Өйткені Рамазан өзгеріс айы. Бұл күндері бір маңызды нәрсені ұмытпау керек. Ол уақытты бос өткізбеу. Телефон, пайдасыз әңгіме, бос істер Рамазанның берекесін азайтады. Оның орнына зікір айту, дұға жасау, Құран оқу, жақсылық жасау, осындай сияқты амалдармен айналысу керек. Рамазанның алғашқы 10 күні Алланың мейіріміне бөленудің үлкен мүмкіндігі. Бұл күндерде кім көбірек амал жасаса, сол адам сауапқа ие болады. Сондықтан осы қасиетті күндерді барынша пайдалы өткізейік. Жүрегімізді тазартайық, Аллаға жақындайық. Алла тағала баршамызды Рамазанның мейіріміне бөлесін, оразаларымызды қабыл етсін, дұғаларымызды қайтармасын. Әумин. Егер осындай пайдалы исламдық видеолар ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жақын адамыңызға бөлісіп, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Алла разы болсын.